Өте дәмді және өте оңай құймақты торт жасаймыз. 2 жұмыртқамызға қант қосамыз да венчиктің көмегімен араластырамыз. Сүтті құямыз, соданы қосамыз, тағы араластырып, ұнымызды 2 бөліп қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде ешқандай түйін қалмау керек. Қамырымызды жақсылап түйінсіз араластырып болғаннан кейін араластыра отыра ыстық суымызды құямыз. Артынша 3 қасық өсімдік майын қосамыз. Осымен құймағымыздың қамыры дайын болды. Бізде енді қызып тұрған табаға кішкене сары май құйып, құймағымызды пісіреміз. Шамамен 19-20 штук шығады. Өте әдемі ажурный құймақ шығады. Енді кремді жасаймыз. Ыдысқа сүтті құямыз да жақсылап ысытып аламыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаны, қантты, крахмалды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз да, кейін венчикпен араластыра ыстық сүтімізді құямыз да, оны пешке қосып, енді кремімізді жасаймыз. Міне креміміз дайын болды. Дәл видеодағындай тортты жинаймыз. Толық нұсқасы менің каналымда. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.